Егер сіз кредиттеріңізді төлей алмай жатсаңыз, 3 марттан бастап банкротство жасауға болады, яғни мемлекет сіздің банктың алдында және микрозайм организациялардың алдында кредиттеріңізді толық жауап береді. Ол өтінім басталды, сондықтан өтінімді қалай жасаймыз? ЕГОВқа кіреміз мобильный, сосын жерде банкротство деп жазамыз поискқа. Міне, жерде тұр применение процедуры внесудебного банкротства. Осыны басамыз. Одан кейін мына жерде керекті графаны таңдайсыз да, ары қарай өзіңіздің банкротство деген өтініміңізді жібересіз. Видео пайдалы болса лайк басып подписка жаса, менің инстаграм парақшамда көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісемін, және осы видеоны бүкіл таныстарыңызға, достарыңызға таратыңыз. Бұндай мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, барлығы естісін, мемлекет банкротство жасау арқылы кредиттеріңізді жауып жатқанын. Инстаграм парақшамда